есімім Майра. Ал менің қолымнан шай ішіп отырған сұлу жігіт менің жолдасым. Есімі Берік. Отау құрғанымызға 1 жылдай болды. Ортамызда әлі бала жоқ. Себебін де анықтап жүрген біз жоқ. Бүгін бізге 1 жыл, жаным бізге 1 жыл, мына гүлдер де сізге үрлеп жіберші. 1 жыл, жаным, құтты болсын. Ал, енді бәрекелді. Тәмді ма? Гүлдер саған. Әрине балаға әрекет жасап жүрміз. Алайда Алланың қалауы әлі түспеген болар. Алла қаласа бізді бәрі жақсы болады. Үмітімізді үзбейік. Берік бастауыш кәсіпкер. Үйіміз бар, көлік бар, шалқып тасып жатқанымыз жоқ, қарапайым жас отбасымыз десек болады. Менің жұмысым үйде. Үй жинау, жолдасыма түрлі тамақтар дайындау, киімдерін үтіктеп шығарып салу және сағынышпен кешке күтіп алу. Қол бос кезде сериал көріп, жылап алу. Бұл жұмыстағы әріптестерім дүкендегі Сәуле апай, базардағы ет сатушы Жамал апа. Дүкендеріңізде бағалар тиімді екен? Иә, білесіз ғой, ең арзан тиімді ет біздің ризықта. Және қоқысты өге шыққанда амандасатын көршілерім. Сәлеметсіз ба? Ал менің бастығым, ол әрине Берік. Алатын айлығым болса өзіме жетеді. Атап өтсем, аптасына 1 рет киноға бірге бару, айына 1 рет мейрамханалардан тамақтану, 3 күнде 1 рет кешкі серуен жасау. Негізі жаман емес. Айтпақшы, қазақтың тойы бітпесін. Той десе қуанып кетем. Билеп, күліп, туысқандармен сыр шертіп қайтамыз. Бірақ Берік өзі тойдан ата бермегендіктен көп тойдан қалып қаламыз. Осылай күндеріміз өтіп жатыр. Шүкір, мен әзірше өзімді бақытты сезініп жүрмін. Бірақ біздің тыныштықты бұзған мына бір құрбымның қоңырауы болды. Алло? Алло, сәлем Майра. Привет, Сара, қалайсың? Шүкір, жақсы. Мен Жезқазғанға келдім. 1 апта осында боламын. Ата-анамды көруге келгенмін. Қайдасың, жолықпадық па? Иә, жолығайық. Келсе үйге ет асып қоям. Ұлытаудың су беретін сағынған шығарсың. Ой, рахмет Майра. Бірақ мен қазір ет жемейтін болғанмын. Менде папа. Давай сен шықсай, бір кафеге жолығып кофе ішейік. Сағынып кеттім ғой сені. Қай жерге барайын? Майра, дәл қазір орта деген кафеге келсей? Қазір Нұрланға айтайын. Айтпақшы, Нұрланға сәлем айт, бірақ өзің кел обязательно, жарай ма? Жарайды. Жақсы, күтем. Жан, Сара келді қалаға. Естіп тұрмын ғой, громкімен переватсыңдар ма? Чол мен жауатпай жатыр? Енді қыздар болып отырақ деген ғой. Анау, тойда саған дружка болған қыз ба? Шығып қайтайын, е? Жарайды енді. Үйде отырды білсіңдерші болмаса? Шығып келек сосын көреміз, е? Кеш қалмандар, е? Кеш қалып барасыңдар, үйге кеп тамақ ішіп отырып жүрсіңдерші. Содан міне, кеше келдік шетелден. Енді бұйыртса, Таиландқа барамыз. Айтпақшы, сені Нұрланға айтсай, 2 семья болып бірге барайық. Қайдан біздің Нұрлан шетел түгіл жай тойға бармайды. Біз баратын 5-6 жеріміз бар. Кафе, бар, кино, болды. Біз өз үйленгелі бері Астанаға барып келдік. Ұлытаудың туристік жерлеріне бардық. Болды. Майра, сен бірінші айтып көрсей, мен де байым басында, ой бармайым, зачем ақшаны шашып, ипотека төлеу керек, ақшаны ауаға шашпаймыз деп көп айтатын. Одан кейін білесің бе? Инстаграмда Марал деген блогер бар. Соның лайфхактары күшті көмектеседі. Соны мен күйеуіме жасадым ғой. Содан кейін білесің бе? Күнде өз айтатын болды, шетелге барайық деп. Өткенде мен Египетке барайық десем, жоқ, Таиландқа барайық деп өз айтты.
маған бәрібір емес пе, шетелге шықсам болды ғой. Ақшаны да табатын өзі, ең бастысы мен ақшама тиіспейді. Мен саған ссылкасын жібердім, Инстаграм ашып қарашы. Менде Инстаграм жоқ. Майра, қай ғасырда қалып қойғансың? Мен өзі көретін телевизор, сосын WhatsApp'тағы статустар болды. Әкел соткаңды, Инстаграм, ТикТок бәрін ашып берейін саған. Осы сәттен бастап менің көзім ашылғандай болды. Мына қазіргі өмірім түнек екен ғой деп сезіндім. Өйткені расында да мына Инстаграм әлемінде көптеген отбасылар бақытты. Шетелге барып, түрлі қоғамдық жерлерге барып, әлеммен танысып жүр. Әрине, ол өмірдің 80%-ын сол блогер Маралдың жеке парақшасынан көріп тамсанып отырдым. Жолдасым келгенде назымды бірден айтып көрдім. Қайжан, футбол бастайын отыр. Нұрлан? Ау. Айтшы маған, неге осы біз жұрт сияқты шетелге шығуды жоспарламаймыз? Жайма сенікі. Аяқ астынан не жоспар ол? Аяқ астынан емес. Мен баяғыдан барғым келеді. Сен баяғыдан барғың келетін дым айтпадың ғой маған мүлдем? Неге мен айтуым керек? Неге сен ұсынбайсың? Өлі мен не деп ұсынам? Мен шетелге қызықпаймын мысалға. Сонда сен қызықсан ғана барамыз ба? Мен сенің енді қызығып жүргенін қақтан білейін. 2 жыл болып тұрып қалғанымызға бір рет болсын шетел жайын айттың ба маған? Енді айтып тұрмын. Айт, не дейсің маған еді? Барамыз ба, бармаймыз ба? Майра, мен жалпы ойымда шетелге барып тайраңдап ақша жаратқанша, неге біздің ортамызда бала болмай жатыр? Неге сонымен бала не үшін болмай жатқанына жауабымызды іздемейміз? Неге біз сен денсаулығыңа ақша салмаймыз? Әлде саған бала керек жоқ па? Жарайды, встречный сұрақ. Мен тауып алған ақшамды сен денсаулығыңа саламыз ба, әлде шетелге қиямыз ба? Екінші сұрақ. Тамақ дайын ба жоқ, негізі? Қарым ашып кетті. Қазір дайындай. Сен не біртүрлі болып жүрсің, айтпаған мақсаттар үшін мені ұрысып. Тамақ дайын емес. Неге екенін білмеймін. Мен таңнан тұра сала ертегі жолдасымды жұмысқа шығарып салудың әрекетін жасап, жаңа Инстаграм деген өміріме оралғым келді. Түрлі замандас қыздардың шет елде шарықтап жүргендерін көріп, солардың орнында неге мен емес деп бөтен адамның өміріне қызығып кеттім. Тіпті жолдасыма тамақ жасап беруді ұмытып, кешкі уақыттың қалай келгенін байқамай қалдым. Арамыздағы жылулық сезім, сырласу кештері жоғала бастады. Майра, бөлмемізге кіріп жатпаймыз ба? Жоқ, ренжімеші. Бүгін бөлек жата берейікші, мазам болмай тұр. Суық тиіп қалған сияқты. Жарайды. Жалпы менің виртуалды өмірімнің жалғасы күннен аптаға, аптадан айға өтті. Ол кезеңде мен Нұрланға айтпай несие алып, сүйікті коучым Маралдың шотына 500 мың аударып, оның жабық онлайн сабақтарына қатысып отырдым. Мендегі Майра оқырманның отырғанына 2 ай болды. Шыны керек, маған берген ақшасын жалқа. Менің оған айтқым келетіні, неге ол ертерек шешім қабылдамайды? Байымен уақыт созып, керек шешімді бірге шешпесең, ертең алға қойған мақсаттарың да созыла береді. Қайта-қайта созылған сағыз ірейді білесіздер ме? Дәл солай ертең 35-40-қа толғанда шетелге баруға желаниең болмай қалады. Сондықтан есіңді жинап, осы жерден алған сабақтан нәтиже шығар. Келесі сұрақ Сәуледен екен. Жолдасымен төсек қатынасымыз дұрыс емес. Енді Сәуле, жалпы ол мәселе енді екі адамның... Соңғы онлайн сабақтан кейін мен өзімді 2 күн бойы жігерлендіріп, жолдасыммен сөйлесіп нүктені қоям деп шештім.
Жан, мен білем сен маған ренжулі екеніңді. Бір төсекте ұйықтамағанымызға да біраз уақыт болды. Сен ойлайтын шығарсың, мен қаламағандықтан деп, бірақ олай емес. Менің сезімім саған өшкен емес. Мен жай ғана өзімді жеке тұлға ретінде танып, білгім келді. Сосын мен онлайн сабаққа қатыстым. Білем. Майра, мен бәрін білем. Сенің сол сабаққа қатысу үшін анаң арқылы кредит алғанды да білем. Ал мені сол анаңа мүсәпір қылып көрсетіп, типа байыма ақша керек, қиналып жатыр деп, анаң арқылы кредит алғанды да білем. Прикинь, бір нәрсе айтайын. Сол кредит мен төлеп жатырмын. Мен төлеп жатырмын. Өйткені сенің ананың айту бойынша, менің кесірімнен ол кредит алды. Мен оған қарызмын. Сонда сен мамаға бар шындықты айтып қойдың ба? Жоқ, уайымдама. Мен өз әйелімді, өз анасымен шақыстыратын әдетім жоқ. А вот мен жарым, жан жарым. Қайдағы бір дипломы жоқ психиатр, коуч дейма, өзі байдан ажырасқан. Подписчиктеріне сеніп қалған біреудің ақылын тыңдап жатыр да. Еще ол ақыл тыңдап келеді да, маған өзі ойын айтады. Ал ол ойына келіспесем мен ажырасуға дайынмын дейді. Мен ондай қатынмен қалай әңгімелесем, айтшы? Түсінбедім, Нұрлан. Сен мынаның бәрін қайдан білесің? Майра, қазіргі уақытта аккаунт ашу қиын емес ешкімге. Аккаунт ашып алады, сөйтіп диванный экспертке айналады, отырып алып патриот болады, ана әкімді жамандайды, жаңағыдай өзінің әші тілімен бар емес пе, бүкіл бәріне уын шашады, бәрі сөйтіп отыр. Оның бәрі мейлі. Мен түсінбейтін кейбір қатындар саусағын көрсетпей қойын. Сол адамдарға кіріп, беспонтовый психиатрлармен соларға жазылып, өз күйеуімен үйінде болып жатқан, төсектегі болып жатқан жағдайларды жайып салады. Бүкіл сырларын ашады. Ең жаманы, Майра, сол секреттерді айтқан үшін ақша төлейді да. Ақша төлейді да, түсінесің ба? Мен енді ондай сырды ашатын әйелмен не айта аламын? Сұрағыңа жауап берейін. Қайдан білдім? Элементарно. Просто Венера деген аккаунт ашып алдым да, сол сабаққа қатыстым мен. И сол сабақта менің көзімше, хотя білмесең де, сен бүкіл біздің сырларды ашып тастадың. 120 адам қатысып жатқан адамға. Сол кезде мен өз қатынымның жұртқа мен туралы не айтып жүргенін білдім. Нұрлан, мен ол қарыздың бәрінен құтылам. Артымнан келген алтындардың бәрін сатсам да, мен ол қарыздарды жабам. Нұрлан, бірақ сен осы уақытқа дейін мен тексеріп жүргенше, неге соның бәрін біле тұра мені райымнан қайтармадың? Құрдымға кетіп бара жатқан ара қатынасымызды неге сақтап қалмадың? Мен ол сабаққа екеуміздің махаббатымызды ұлғайту үшін, ел көріп, жер көру үшін, мына қырсық байымды көндіру үшін қатыстым. Менің бала көтере алмай жүргеніме жұбаныш болатын. Сол бір құрғыр саяхатқа бармасаң да, жай ғана алдай салуыңа болатын еді ғой. Бірақ сен олай жасамадың. Сен менің жарама одан әрі тұз септі. Жақсы. Мен ломбардқа кеттім. Өзімнің қарызымды өзім жабам. Қосады ма? Сәлеметсіз бе? Сіз Марал ханымсыз ба? Ренжімесеңіз, мен асығыс едім. Өтініш, менің біреу сұрағыма жауап беріңізші.
Мен сіздің сабағыңызды сатып алған Майра деген оқырманыңызбын. Майра, сіз осы қаладансыз ба? Иә. Мен бүгін күйеуіме барлық проблемамды ашып айттым. Мен де сіз сияқты жеке өмір сүргім келеді. Одан қалды біздің арамызда бала жоқ. Сіздің сабағыңыздан кейін мен әр әйел өз өмірін өз қолына алатынын түсіндім. Майра, мені мұқият тыңда. Онсыз да ажырасқан отбасының балалары мені түсіме кіріп шошытып жүр. Қаншама адам мені қарғап жатыр. Әрине, мен баста мән бергенім жоқ. Өйткені сен сияқты менің сабағымды сатып алатын мыңдаған қыздар аяғымды жерге тигізбей асырады. Шетелден көз ашпадым, емін еркін өмір сүрдім. Ал енді өзіне емес, өзгеге сеніп менің кесірімнен қаншама қыздар ажырасып кетті. Білесің бе? Олардың барлығының жалғыздықтағы өмірі мен айтқандай жақсы болған жоқ. 30% жезөкше, қалғаны түрлі ерлерге алданды. Ал баламен қалғандары қайырымдылық қорын аралап жүр пана сұрап. Ал мен болсам олардың қарғысынан ұйқысыз қалдым. Менің сен сияқты тіреу болатын ер азаматым жоқ. Мен бақытсыз әйелмін. Сондықтан да күйеуіңмен араңда болып жатқан ауыр мәселелерді екеуің шешкендерің дұрыс. Сау бол. Жан, кешірші мен. Мен өзгелердің өміріне қызығып, өз өмірімді жоғалтып алыппын. Қолымдағы барымды бағаламадым. Қайта сен мен кешір. Сені жұбата алмағаныма, ойыңды тыңдамағаныма. Майра, келсекші былай. Жалпы біздің екеуміздің арамызда бір мәселе пайда болса, екеуміз-ақ ақылдасып шешіп тастайықшы. Жарай ма? Ешкім жалпы біздің өмірімізге араласпасыншы. Жақсы. Алладан сұрайық, әрекет жасайық. Келістік пе? Келістік. Бір сыйлығым бар. Жүзі торт емес. Торт емес. Дубайға путевка? Мәс! Иә? Бұл Дубаймен бітпейді. Мен жалпы жылына бір рет болсын екеуміз жеке шетелге шығып қайтсақ па деген шешім қабылдадым. Неге олай шештің? Енді мен Марал коучтың онлайн сабағына қатысып жүрмін. Сен қатыса бересің ба? Қатыстым. Мынандай момент бар екен. 319-ның тақысына төлесек, Абу-Дабиға кетіп қалып жатқан.